Баршаңызға сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге керемет, өте жылдам, бар жоғы 20 минутта дайын болатын ашытқысыз шелпектің дайындалу жолын сіздермен бөліспекшімін. Өзім де жасап жүрмін, міне бүгін тағы да жасап жатырмын. Сол үшін мені қолдап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін қажетті заттарды төменге жазып қалдырамын, сіздер де жасап көріңіздер. Көз мөлшермен 7 шелпекке қажетті ұнымызды салып аламыз. Үстіне кішкене тұз, 3 ас қасық секер салдым, кішкене дәмі тәтті болсын деп. Содан кейін шым-шым ас содасын салдым. Осыларды жақсылап қолымызбен ұнға араластырып, бір жұмыртқаны салып, оның үстіне үй температурасында тұрған жылы сүтті құйдым, жылы су құйдым, сосын кәдімгі сары майды осылай салып, қолдың көмегімен езіп, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр иледім. Менде қазір қонақ келу керек, дүкенге нанға жүгіргенше деп, осы ашытқысыз 7 шелпекті пісіріп жіберейін деп жатырмын. Сіздермен бөлісіп жатырмын, бір жағынан видеоға да түсіріп сіздерге салып жатырмын. Сондықтан мені бағалап, жақсы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздерде қандай әдістер бар тағы да жылдам дайындалатын осы 7 шелпектің, бөлісе кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріңіздер. Менің каналымда өте көптеген қолжетімді заттардан дайындалатын рецептің түрлері бар. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Осылай жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін ешқандай ашытып қоюдың қажеті жоқ. Жылдам майыңызды қыздырып пісіре берсеңіз болады. Менде дәл қазір 1 сағаттан кейін қонақ келу керек, сондықтан 7 шелпекті пісіріп алайын деп осылай дайындап жатырмын. Аяқ астынан қонақ келген кезде дүкенге нанға жүгірмей-ақ, қыз-келіншектер жылдам нан пісіріп алсаңыздар болады. Осы рецепті маған өте қатты ұнады. Бұл жерде кейбір заттардың орнын алмастыруға болады. Егер үйіңізде сарыағаш болса, судың орнына сарыағаш қоссаңыз болады, немесе майдың орнына майонез қоссаңыз да болады. Мен осы үйдегі бар затпен ғана жасап жатырмын. Сондықтан сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Міне дайын болған қамырды, жұмсақ қамырды енді отқа майымызды қыздырып пісіре берсек болады. Мен табаға осы сұйық майымды құйып, отымды күшейтіп, майды қыздырып жатырмын. Май қызам дегенше 7 шелпектің нанын бөліп жатырмын. Майыма қызған қызбаған білу үшін бір жуаның кішкене бөлігін салып қойдым. Қызған кезде күйіп иіс шығады, сондықтан жақсылап қыздырып алам. Осылай 7-ге бөліп алдым, бірдей теңдей қылып, сосын оқтаудың көмегімен жылдам жайып, кезектестіріп дайындап алдым. Содан кейін бірден салып, аударып пісіріп ала берем. Сіздер де жасап көріңіздер қыздар. Мен бұрын YouTube каналынан осы ашытқысыз 7 шелпектің пісірілуін көрген, бірақ жасап көрген жоқ едім. Осы өткенде бір асығыста дәл осы 7 шелпекті пісіріп көрдім. Бүгінде менде қонақ келу керек, сондықтан осы әдісті екінші рет қолданып пісіріп жатырмын. Міне өздеріңіз көргендей ешқандай ашыған жоқ. Шелпектеріміз шар сияқты үріліп, әдемі болып, сап-сары болып пісіп шығып жатыр. Екі жағын бірдей аударып, тез-тез жылдам піседі. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Ашытқысызда нан дайындауға болады екен. Осылай кезектестіріп, кәдімгі 7 шелпек пісірген сияқты шелпектерімізді пісіріп аламыз. Сіздерге ұнады ма? Егер ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әп-сәтте ауызда еритін, дәмді, сап-сары 7 шелпегіміз
дайын болады. Себебі құрамында май бар, сүт бар, секер бар, өте дәмді болып шығады. Сондықтан оны ашытудың қажеті жоқ. Осылай кезектестіріп пісіріп алдым. Өте жылдам, бар жоғы 20 минут қана кетті. Міне осындай ашытқысыз жеті шелпегіміз дайын болды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер.